Басталды ма, эфирдеміз бе? Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, құрметті кәсіпкерлер. Біз уәде бергеніміз бойынша бүгін сіздермен тағы да тікелей эфирдеміз. Сұрақтарыңызға жауап береміз. Енді кеше біз ең үлкен проблема, қазіргі замандағы кәсіпкерлердің ең үлкен проблемасы ол клиент жетіспеушілігі. Бұл күннен күнге, айдан айға қиындай береді бұл проблема, тереңдей береді. Өйткені қазір бір алушыға 10, 20, 30 сатушы. Осы жерде кім сол сатушының көзіне түсе алады, сатушының көңілінен шыға алатын жарнама жібере алады, сол арқылы өзіне трафик жасай алады, соның бизнесі өрлейді. Ал бұл тәсілдерді білмеген адамдардың бизнесі өрлегеннің орнына өшеді. Кешегі сабақ сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Араларыңызда кәсіпкерлер бар ма? Түгел кәсіпкерлер деген үміттеміз. Кешегі сабақтан қандай да бір пайдалы ақпарат алдыңыздар ма? Мысал айтқан кезде блогерлермен қай блогер сізге ыңғайлы, қай блогердің тіркелушілері, подписчиктері сіздің мамаларыңыз, яғни менен алуы мүмкін адамдар, сіздің болашақ клиенттеріңіз болуы мүмкін. Тіпті болмаған досын анықтай алдыңыздар ма? Негізгі сіздерге тағы да қайталап шегелеп айтатыным, сіз Инстаграмда, Ютубта, Телеграмда каналдар ашпасаңыз, сізде болашақта клиентпен проблема болады. Өйткені тек қана таргетингпен жіберу, басқа да жарнама құралдарымен жіберу ол қиын болады, ол қымбатқа түседі. Сіз қалайда жанталасып, қазірден бастап өз тіркелушілеріңіз сізге лайықты, сізге керек, сізден алуы мүмкін адамдарды сіз өз парақшаңызға жинау керек. Олардың да түрлі тәсілдері бар. Оны біз өзіміздің курстарымызды үйретеміз, Алла қаласа. Мысалы, бір лид-магниттер жіберіп, пайдалы ақпараттар жіберіп, осыны тағы да осы сияқты алғыларыңыз келсе, менің Инстаграм парақшама, менің Телеграм парақшама, менің YouTube каналыма тіркеліп ал деп арқылы, және оларға сауалнама жасау арқылы, сторис жүргізу арқылы сіз өзіңіздің базаңызды жинауыңыз керек. Егер де ары қарай кәсіппен айналысамын десеңіз. Кешегі сабақ сізге ұнады ма? Бүгінгі сабақтан өте пайдалы болатынына мен сенімдімін. Өйткені клиент әкелгеннен кейін ол ана балықшылар бүйтеді ғой, балық аулар кезде соған бір қап, екі қап бір жүгеріні сеуіп тастайды. Сол жерде балықтар үлкен болып, балықтың үйірі келген кезде, содан кейін сол жерге қармақ салады. Дәл екен. Дәл сол сияқты сіз қазір түрлі блогерлерға, түрлі алаңдарға жарнама жіберіп өзіңізге жинадыңыз. Содан кейін енді ары қарай жұмыс қармақ салып отырған адамда. Ол анау ақырын жей бастаған кезде қағып алып отыру керек. Осы жерде қармақ салып отырған қармақшы нашар осал болса, онда сіздің төккен жеміңіздің бәрі, яғни сіздің жарнамаға салған ақшаңыз бәрі суға ағып кетті деген сөз. Бүгін сол сату бөлімін қалай құру керек, CRM система деген бар, керемет ең соңғы заманауи жүйе, оны қалай таңдау керек, сату бөлімінің бастығын қалай алу керек, және де клиенттердің күмәндарын қалай жабу керек. Сол жайлы әңгіме болады. Кері байланысып беріп кетіңіздер. Кешегі сабақ ұнады ма? Кешегі сабақтан қандай да бір қорытынды шығардыңыздар ма? Қазір. Мына YouTube қайда? YouTube. Телеграмға жібере саласың ба? Шақыршы ана кімдер, неге кетіп қалады мен қасымнан? Қазір кешіріңіздер, мына жерде мынау неме тұрды, мен компьютер істемей тұр вообще. Емес. Мына терезені жауып тастайын десем, жауа алмай жатыр да? Енді YouTube ташы маған. Мен Телеграмға жібердім. Жабу керек, егер көрсету үшін. Қазір сіздермен мен кері байланыста отырмасам, бұл бір жақты әңгіме болады да. Сіздердің сұрақтарыңызға, проблемаларыңызды естіп, сұрақтарыңызға жауап беріп отыруға тырысайын. WhatsApp-қа жіберіп тәні, WhatsApp. Қазір YouTube-қа кіріп, сіздердің сұрақтарыңызды біліп естіп отырайын. Және де біздің модераторлар сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап беріп отырады.
егер де оларда қандай да бір сұраққа жауап бере алмай қалса, оған мен міндетті түрде жауап беремін. Біз ана телеграм каналға тіркеліп алғандардың сұрақтарына жауап беріп жатырмыз. Мен естіп отырмын. Кеш жарық, ұнады. Иә, ұнады. Көзіміз біраз ашылды. Кешегі алған сабақтар керемет. Жақсы, ендеше кеттік. Бүгінгі сабағымыз тіпті керемет болатын болады. Бүгінгі сабағымыз тіпті керемет. Бүгінгі сабағымызға тоқталатын болсақ, бұл сату бөлімін құрып, табысты өсірудің нақты 4 қадамы. Бәрінен біз қадам-қадаммен мына соқырға таяқ ұстатқандай пошаговый инструкция дейді, сөйтіп беруге тырысамыз. Өзіміз қаншама білімдер жинадық. Мен өткен жолы да айттым, қазірде біз күндіз түні білім алумен айналысып жатырмыз да. Енді мына фильмді көргендеріңіз бар шығар, Аслан Ляшев ағамыз ғой. Кто вы, господин К дегенде түсірген. Баяғыда бір крутой Серик деген, алғаш нарық құлап, нарық келіп, Совет үкіметі құлағанда бір болғанға бір крутойлар, крутой Серик машинамен келе жатса бір ГАИ ұстап алып дейді, майы қызметкері. Соң кейін ұстап алғаннан кейін права ештеңкесі жоқ. Айтады дейді, да, машинаңды қоямыз, ана тұраққа автостоянкаға айтады дейді. Сен мені танымайсың ба, мен крутой Серикпін ғой деп. Жоқ, танымаймын. Ты че, мен қаланың әкімінің досымын. Әкім мені біледі десе, мүмкін емес деп айтты. Жүр, сенбесең жүр деп. Мен даладан қарап тұр, қазір мен әкіммен балконға шығайын деп. Соң кейін әкімшілікке кіріп кетіп, балконға шықса, өтіп бара жатқандар айтады дейді. Ана крутой Серік қой, ана қасында тұрған кім деп айтады дейді. Әкімді танымайды екен де, крутой Серік бәрі таниды екен. Содан кейін қысқасы тағы да ол президентпен неткен, соң кейін анау тіпті сенбе мойындамай қойғанын айтты дейді. Онда кеттік менің ақшама. Мен неменеге Римға барып қайтайық, мен Папа Римскиймен мені таниды, мен үшін бір сөз айтады деп. Кеттік деп самолетқа отырып алып, Папа Римскиймен алаңға шықса, итальянецтер кетіп бара жатады дейді. Мистер Серик, крутой Серик, қасындағы кім деп айтады дейді. Сол сияқты мен ойлағам, мені бүкіл көптеген адамдар танитын шығар деп. Әсіресе мына шегірткелер мен шыққан кезде қатты тарап кетті ғой. Мен біраз саясатқа да бардым, бірақ өзімнің ақылымда, маңайымдағы командамда, ағайын туғанымда бүкіл көрермендер айтты: аға, сіз 30 жыл кәсіппен айналыстыңыз, жинаған тәжірибеңіз мол, одан да сіздің осы жерде көбірек пайдаңыз тиеді деп. Сондықтан мен біраз уақытқа, енді бәрібір саясатпен сен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады дейді ғой. Мен кемінде жарты жыл, болса бір жарым жыл әбден компанияны жинаған білімімді қасымдағы командама түгел үйретіп, соларды дайындап болмайынша саясатты кішкене жылы жауып қойдық. Қазір таза қайтадан кәсіпке жинаған білім тәжірибелерімді американецтерден, итальянецтерден, түріктерден үйренген жалпы семинарлардан өмірлік 30 жылдық тәжірибемді сіздермен бөлісуге қайтадан бет бұрдым. Бүкіл фокусым қазір сол жинаған бөлімді бөлуде. Қазір 1 минуттық видео дайындап қойдым. Мен крутой Серік емес екенмін. Мені кешегі отырғандардың көбі танымайды екен. Маған ұлпан айтып жатыр: аға, сізді көп адамдар танымайды екен. Ол кім деп сұрақтар қойып жатыр деп. Сондықтан 1 минут уақыттарыңызды бөлсеңіздер. Қазір мына видеоны. Мынау неге нетпейді? Немесі жоғалып кетеді? Қайсы ортасы? Мынаны ма? 12 баламыздың адамның өмірде кумирі болады ғой. Біздің кумиріміз әкеміз. Алайда адам ғапыл дүниені дерменікі, менікі деп жүргеннің бәрі оныкі. Менікі деген нәрсе жоқ қой. Мысалы, біз айтамыз, офис менікі, машина менікі дейсіз. Өлгеннен кейін ол слабый нәрсе ғой. Сенікі емес, қалады. Басына жалғыз бастап істеп кетіп. жобасының жетекшісі Ахметбек Нұрсила мырза. Немцы, японцы уже вместе с Монголией там во Франции ее продают в аптеках. О жүргін-ай, саржайлаудың қымызын-ай. Пай-пай, саржайлаудың сарғымыз-ай. Бабалар ішкен балғымыз, хандар ішкен ханғымыз. Батырлар ішкен нарғымыз. Өш шіркін саржайлаудың сар. Сонымен мен жайлы тағы да видео бар, көрем десеңіздер.
тағы да видео бар, менің өмірбаяным, болмаса менің бизнес жолдарым деймі. Өйткені сіздерде сұрақ тууы мүмкін, неге біз мына кісіге сенуіміз керек, неге сіздің сөзіңізді тыңдауымыз керек, неге сіздің айтқан ақыл кеңесіңізді бірге бір жасауымыз керек деген. Енді 30 жыл бойы тәжірибе болғаннан кейін бизнестің барлық қыр-сырын бір кісіде меңгердім деймін. Сіздің кез келген сұрақтарыңызға жауап бере аламын. Енді жаңағы ет комбинаты, тон цехы, жиһаз фабрикасы, қымызбен, саудамен, қызмет түрлерімен, енді сәтті, сәтсіз жобаларым да болды. Бәрі сәтті бола беруі мүмкін емес. Кәсіпкердің басты қасиеті құлағаннан кейін түрі келе алу. Мың өліп, мың тірілген қазақпыз дейді ғой. Мен де сол сияқты 1000 рет құлап, 1000 рет көтерілген адаммын. Сондықтан сіздерге тәжірибемен бөлісе аламын. Кеттік. Енді менің қасымда отырған жас қыз, менің ең үздік шәкіртім, Ақбаян деген қыз, шырайлы, Шымкенттер көп шығар деп ойлаймын. Осы жерде тікелей сатылымда 2 жыл, онлайн сатылымда 3 жыл. Осы бизнес бастаудың сатылым бөлімінде ұзақ жыл істеді. Нөмір 1 болды әрқашан. Сонан кейін бөлім басқарды. Қазір міне өздігі алдығына өзінің компаниясы бар. Және Қазақстандағы ірілі ұсақты компанияларға барып кеңес береді. Сату бөлімін қалай құру керек, соларға тренинг өткізеді. Өткен жолы Шымкентке шақырды, Алматыда шақырып отырады. CRM системаны қалай қою керек. Өйткені міне соңғы 3 жылда тек қана осы сатылу бөлімінің проблемаларымен, сату техникасын үйренумен айналысып жатыр. Мысалы, Ресейдегі мықты Михаил Гребенюктің МЗС деген курсына мен қатынастым. Бүкіл видеоларды сатып алып кеп, арнайы Ақбаянға бердім. Міне, Ресейдегі мен нөмір 1 деп айталам, Михаил Гребенюктің сабақтары деп. Мен соған 10 миллионға төлеп теңгемен қатынастым. Соны өтті. Соң Дәурен Егеннің продажа деген курсынан өткен, Рашид Нұрахметовтің эффективность продаж деген өткен, Михаил Дашкиевтің скрипті продаж курсынан өткен. Яғни бұның бәрі үлкен ақша тұрады. Табысының бір бөлігін, кемінде 20-30% бөлігін үнемі білім жетілдіруге қазір де оқып жатыр. Заманауи технологияны. Сондықтан сол жинаған білімдерімен сату бөлімін құру, CRM система жасау білімдерімен қазір сіздермен бөлісетін болады. Сұрақтарыңызды да қойып отырсаңыздар болады. Өткен сабаққа жаңа айттыңыздар, көп нәрсеге көзіміз ашылды. Сондықтан деп бүгін уақытымызды үнемдейік. Одан да тікелей уақыт неменемізге бара берейік. Бүгінгі сабақтың тақырыбын бірақ қайталап айтатын, сату бөлімі болу үшін, ана қармақшы балықты аулау үшін ол балықты әкелу керек, трафик жасау керек. Ол үшін сіз Инстаграмды, Ютубты, блогерлермен жұмыс істеуді, Телеграм каналмен жұмыс істеуді, сторителлингті жүргізуді, посттарды жазуды әбден жетік меңгеруіңіз керек. Ол сондай қиын емес. Осы тыңдап отырған әрқайсы адамның қолынан бірдеңке келеді. Мысалы, біреулер тамақ пісіріледі. Біреулер бір сварка жасай алады, дәнекерлеуді, біреу машина жөндей алады, біреу малды жақсы соя алады деген сияқты да. Оны сіз бір кезде үйрендіңіз ғой. Дәл сол сияқты, егер де жаңағы трафик әкелу білімін, копирайтинг, офер жазуды ынта қоятын болсаңыз, сіз оны үйреніп аласыз. Торт пісіретін, киім тігетін, манты пісіретін адам қалай үйренді, бұл да сол сияқты бір қарапайым кәсіп жолдары. Сондықтан трафик жасауды үйреніп алыңыз. Әйтпесе сізде клиент болмайды. Клиент жоқ болса, бизнес жоқ, келсесіз бе? Клиент бар болса, компания бар, яғни бизнес бар. Бірақ келген клиентті жіберіп алмау. Бүгін әңгіме сол жайлы болатын болады да. Кеттік. Бүгінгі сабақ не жайлы бүгінде? Сату бөлімін жасақтау. Сіз енді 2 адамнан болсын, 3 адамнан болсын, сату бөлімін жасақтауыңыз керек. Оңен 2-3 адам болса да, оның бір басшысы болуға тиіс да. Сату бөлімінің басшысын дұрыс таңдау керек. Кім көрінген таңдамай. Мен өз басымнан осы кейінгі 3-4 жылдың ішінде қанша тәжірибем болса да, 2 рет үлкен опық жедім осы. Сату бөлімін басшысын дұрыс таңдамағандықтан. Соңын онда 3 адам болсын, 4 адам болсын, бөлім болғаннан кейін оның құрылымы болуға тиіс. Жүйесі да, система. Соның кейін CRM система. Customer Relationship Management дейді. Клиенттермен қарым-қатынас орнату. Бұл автоматты жүйе. Бұл енді сіз мына бір оқты мылтықпен атқан қалай, автоматпен или өзі пулемет дейік. Сол бір оқпен ататын мылтықпен пулеметтің байланысы сияқты. Осына керемет жүйе. Сатылым скриптісін жазу, скрипті деген клиентпен қалай сөйлесу керек. Жаңа көшеден алған бір маманды қоя салысымен, ол бір 2-3 күннен кейін прям кәсіби деңгейде сөйлесіп кете алу үшін оған скрипттер жазып қою керек. Сонан кейін соңына дейін отырған адамдарға бізге 1-1,5 сағат болады. Енді біздің қалай қыза шапқанымыз, құлағымыздың түбінен тер шыққанына байланысты. Тойбастар деген не?
тойдың басында емес, соңында берілетін нәрсе. Атына сай емес. Сондықтан өз саламызға сату бөлімінің бастығын мен сияқты опық жемеу үшін қалай дұрыс таңдап алу керек, соған нақты нұсқаулық міне Ақбаян арнайы дайындап қойды. Бұны гайд дейді. Гайд деген сізге нұсқаулық. Соны оқып алсаңыз, сізге сату бөлімінің бастығын қалай таңдап алу деген сізге нақты түсінік болады. Алғыс айтатын боласыз. Бұны біз сізге тегін береміз де. Және мықты сатушы алудағы 9 проблема. Бұлардың бәрін тегін береміз. Тек қана кімдерге? Соңына дейін тыңдап отырғандар адамдарға. Айтпесе тегін беріп жатқан нәрсені көбі тыңдамайды, айтылмаған сөз жетім дейді. Қазір сіздерге кешегіден де керемет қызықты ақпараттар беретін боламыз. Сонымен сату бөлімінің құрылымы, енді ары қарай мен сөзді жүргізуді Ақбаянға бергім келеді. Өйткені Ақбаян маман, мен кеше айттым ғой, мен жалпы прорабпын. Үйдің қалай салыну жайлы, іргетасын, қабырғасын, шатырын, сантехникасын, жылу жүйесін, бүкілін білем. Бірақ менің мамандарым менен гөрі өз ісін әлдеқайда жақсы біледі. Мысалы, Ақбаян сол үйдің шатырын жабатын маман деп есептейік. Шатыр жабуды мен жалпы білем, маманды дұрыс таңдай аламын, бірақ Ақбаян нақты осы саланың маманы. Ақбаян, сөз сенде. Қайырлы кеш, құрметті қатысушылар, есім Байбозов Ақбаян, сату өнер маманы. Бүгінгі тақырып сату бөлімінің құрылымы, жалпы сату бөліміне қатысты. Сату бөлімі дегеніміз не? Бұл жалпы осы уақытқа дейін ол түсінік өзімде де болмаған, осы бизнес бастауға келіп, оны түсіндім. Сату бөлімі деген ол сатушылардың жинақталған, сол сатушыларға жауап беретін басшысы, сол сатушылардың жинақталған ортасы екен. Демек, сатушыларыңыз бар болса, кәсіпкерлері, енді сол сатушыларға өзінің бір бөлек бөлімі болады. Сол бөлім нелерден тұрады, олардың әрқайсының ішінде қызметі қандай, және мен осы уақытқа дейін оқытқан компанияларда қандай керемет тетіктер олардың сатылымын арттырды, соны сабақ барысында сіздермен тегін бөлісетін боламын. Сондықтан сабақты жіберіп алмай. Роб деген еститін шығарсыздар да? Роб деген руководитель отдела продаж, әбден құлаққа сіңісті болып кетті кейін. Роб іздеп жүрмін, мен робпын деген. Біз оны СББ деп қазақшалады. Сату бөлімінің бастығы. Сату бөлімінің бастығы. Жалпы сату бөлімінің құрылымына келетін болсақ, жалпы скелетін құрып алайық қазір. Бірінші, сату бөлімінің бастығынан тұрады. Ол жерде сату бөлімінің бастығы болу керек. Сатушылар болу керек. Сөйлесетін клиенттермен, тек қана клиентпен сөйлесіп отыратын арнайы сатушылар болу керек. Одан кейін сату бөлімі ары қарай жұмыс жасау үшін, реттілікпен, есеппен, жүйемен жұмыс жасау үшін бізге CRM системасы міндетті түрде керек. Сату бөліміне сіздер жазып отырыңыздар. Одан кейін клиенттермен сөйлесу үшін сатушыларыңыз мықты скрипт продаж керек. Міне осыларға бүгін сіздерге толық тоқталатын боламын. Қазіргі таңда өздеріңізде қанша сатушыларыңыз бар, немен айналысып жатсыздар, сату бөліміңізде қандай проблема бар, комментарийға жаза отырыңыздар, арасында сұрақтарыңызға жауап беретін болам. Так, жақсы, онда ары қарай кеттік. Сен өзің ауыстыра аласың ба? Ауыстыра алам ба? Мен қарап отырайын, мен YouTube-ты. Сату бөліміңізде жалпы түсінікті сатушыларға жауапты бөлім. Сату бөлімінде қандай проблемалар бар? Мен осы уақытқа дейін Шымкент қаласында ірі кәсіпкерлерде, Алматы қаласындағы ірі кәсіпкерлердің сату бөлімінің сатушыларын оқытқан кезде олардан мынандай үлкен проблемаларды көрдім. Ол проблемалар сіздерде де бар деп ойлаймын. Сатушылардың жұмыс өнімділігін арттыра алмау. Ол деген не? Бір сатушы мысалы азаннан кешке 10 ғана клиентпен сөйлеседі, одан артық ол сөйлесе алмайды, жұмыс өнімділігі артпайды. Оның қосымша жұмыстары бар, немесе уақытын жаңағыдай интернетке жұмсап жіберетін сияқты, оны бақылай алмайды сатушыларды. Вот сол сатушының жұмыс өнімділігін күніне 30-40 звонокқа дейін қалай жеткізуге болады? Вот осы проблема көпшілігінде бар. Сіздерде осы проблемалардың қайсысы бар? Соны комментарийға жазып отырыңыздар. Келсік па? Келесі проблема түскен номерлер толық игерілмейді. Мысалы, хабарласуға ұмытылып кетеді. Бір айдан кейін хабарлас деген клиенттер бар. Оларға қайта хабарласу ұмытылып кетеді. Жалпы номерлердің толық өңделмеуі, рекламадан ақша беріп түскен номерлердің толық игерілмеуі, осындай проблемаларды көп көрдім. Себебі оларда ол номерлерді бір жерге алып келіп жүйемен жұмыс жасайтын жалпы программалар жоқ. Сондықтан да осы проблема сізде бар болса, қазір клиенттік база номерлеріңізді сіздер қайда сақтап жатсыздар? Олармен толық жұмыс жасай алып жатсыздар ма? Соны жаза кетсеңіздер. Келесі
проблема, мен ең көрген үлкен проблема ол күнделікті және өткен айға, өткен жылғы отчетты көре алмау. Бұл деген сөз адамның жүрегіне қорқыныш ұялатады. Өткен айда не болған білмесе, адам болашағын болжай алмайды. Келісесіздер ғой? Енді примерно болсын болжай алмайды. Сондықтан да осындай қорқыныш мына Шымкенттегі барған оқыту бөлімдерінде осы қорқыныш бар екен. Жалпы менде болашаққа деген қорқыныш бар деп. Одан кейінгі үлкен мәселенің бірі сату бөлімінде мен барған көп жердің оқытуға барған жерлерде ол сату бөліміне жауапты адамның жоқтығы. Яғни кәсіпкердің бастығы сатушыларын да басқарады, өзінің маркетингін басқарады, өнім адам басқарады, барлығына өзі жүгіріп жүреді. Біз сондықтан да олар өзіне немесе демалысқа уақыт бөле алмайды да, жұмысы жүйеленбегендіктен. Қазір біз самғауда нені үйретіп жатырық? Кәсіпкерлер кәсібін жүйелегісі келеді. Вот жүйелеу үшін бізде сату бөліміне сатушыларға жауапты адам болу керек. Сол кезде сізде бос уақыт болады, әрі кәсібіңіз сатушылар жағы жүйеленетін болады. Вот көпшілігінде осы сату бөлімінің бастығы жоқ. Кімде сату бөлімінің бастығы бар, плюс қойсаңыздар. Неге айналмайды? Сатушылары бар, бірақ сату бөлімінің бастығы жоқ. Олар минус қойсаңыздар. Келесі, жұмыстағы ретсіздік. Сатушыларды игере алмайды. Мысалы, енді сату бөлім бастығы жоқ болғаннан кейін сатушыларды игеру қиын. Мысалы, мектептің директоры болады, одан кейін әрбір сыныпқа оқушыларға 3-ші сынып, 4-ші сынып оқушылардың барлығына сынып жетекші қойылады. Әрбір сыныпқа жауапты сынып жетекшісі бастығы бар. Солай ғой. Бізде әрбір отделге кәсіпте өзінің бастығын қоятын болса, жауапты адамдарды, онда кәсіпкер оның жоғарысына шығады, жаңағы бөлімдердің бастығымен ғана жұмыс жасайды. Сіздерге түсінікті ғой. Жалпы сату бөлімінің бастығы не үшін керек? Әрбір отделге өзінің бастығын жауапты қылып қойған кезде сіздер жиналысты және кеңесуді осы сату бөлім бастығымен ғана жұмыс жасайсыздар. Сіздерге түсінікті болса және осы проблемалар бар болса комментарийға жаза кетсеңіздер, мен сіздерді қарап отырмын. Марафон дұрыс. Микрофон. Мен естілмей жатыр ма? Нормально? Қалай өткен? Болды ма? Естіліп тұр дейді, Көрінбей жатыр ма? Да, қосылады. Кетті. Кеттік ары қарай. Жалпы мен сіздерге өзімнің тәжірибемнен керекті жұмыс жасаған техникалармен бөлісіп отырам дедім. Сіздер міндетті түрде жазып отырыңыздар. Мен Айклар компаниясына сату бөліміне барған кезде, олар гироскуттер сатумен айналысады. Ол сату бөлімінің басқаруда. Қай жерде? Алматыда ма? Алматыда. Алматыда өздерінің несі бар, магазины бар, оптым және розница сатады. Сол кезде сатушыларына жаңағыдай сату бөлімі бастығы CRM система ештеңе жоқ екен. Сол кезде оларға бір ғана тетікті қолдану арқасында негізі 50-40%-ға сатылымдары артты. Оны менің инста парақшама мен нелерін салып қойдым, видеосын көрсеңіздер болады. Артынан сіздерге чатқа да жібереміз. Осы сатушылар арасында олар қандай тетікті қолданды? Сіздерге айта кетейін, сатушылар арасында жарыс ұйымдастырды. Олар күнделікті бонустарын төлеп және сатушыларының арасында жарыс ұйымдастырған кезде сатылымдар артып кеткен. Неге адамдарға мысалы күнделікті сатып келе жатады, жарыс ұйымдастырған кезде сатады? Себебі адамда конкурент болған кезде қатты дамиды екен. Осы бір ғана тетіктің, осы бір ғана шешімнің арқасында сату бөлім бастығының сатылымды 40-50%-ға дейін арттырды. Бұл бізде Аламанда оқып кеткен Клара ғой? Иә, Аламанды Самғауда оқыды одан кейін. Күйеуінің аты кім еді? Айдархан. Айдархан. Олардың бүкіл отбасы, ағайын туғандар бір отбасынан 10 шақты адам оқыған болатын. Аламанды кім Клара 2 рет оқыды. Мына оң кейін есімде олар бұрын бір заңсыз бір бизнеспен айналысқан, бір диск сатып. Соң кейін мына неменен сата бастады, да? Гироскутер сата бастады. Әлі сатып жатыр ғой, да? Иә, әлі сатып жатыр қазірде. Керемет, сонда қанша пайыз көтерді дейсің? 40-50%-ға көтерген, және бір қызығы бұлар продажаны тек қана онлайн жасап жатыр. Онлайн бүкіл Қазақстанға, да? Жаңа жарыс ұйымдастыру арқылы, да? Иә. Түсініп алдыңыздар ғой, сондықтан сату бөліміндегі жарыс адамды, мысалы, атта
адамда бір өзіне біреу озып бара жатса қалғысы келмейді ғой. Біреу қалып бара жатса миында неменің кортизол оянады, ал озған адамның миында дофамин туады, серотонин туады. Бұл адамның психологиясын пайдалану деген сөз. Міндетті түрде сатушылардың арасында жарыс ұйымдастыру керек. Қалай ұйымдастырды соны жарыстың мәні неде болды? Жарыс ұйымдастырғанда оларда кім көп сатады, соған бонусты көбірек төлейміз деп сондай жарыс ұйымдастырды. И оларда бір артықшылығы бонусты күнделікті күнде кешке беріп отырды. Күнде беріп отырды. Осы тетікпен олар неге сатылымын арттырды. Өзінің Клара апайдың сөйлеген видеосы да бар. Саған алғыс берген, да? Алғыс пікірін білдірген, соны артын көріп аласыздар. Инстаграмнан қазір тауып Ақбаянның көмекшілері болса жіберіп отырыңыздар, сөз дәлелді болсын да. Сондықтан ақшаны күнде беріп отыру, ол да бір мотивация екен да. Күнде кеш жақын, мысалы мына кісі 17 000 алды, мына кісі 3 000 алды, мына кісі 8 000 алды десе, ертеңінде 8 000 алған адам ананы қуып жетуге тырысады. Ол қалай істеп жатыр екен, ненің құдіреті екен деп бірін-бірі сыртынан қуалап отырады. Айтады ғой, құлағының түбінен демін шығарып осыны деп. Кеттік. Бұл жерде сату бөлімінің бастығының бір ғана жаңағыдай шешімімен осылай табысқа жетіп отырды. Сату бөлімінің бастығын алудың маңыздылығы өте үлкен. Себебі оның тек қана сатылым туралы ойлайтын, сатылымды қайтсем жаңағыдай көбейтем деп ойлайтын бір адам болу керек. Қайткенде сатушылар жұмыс жасатып, көбірек сатылып жасаймын деген. Осы мағынада негіз көрсетілген болатын. Келесі. Сату бөлімінде адамды дұрыс алмасаңыз, сізге қандай шығындар келеді? Сату бөлімінің бастығын алу туралы қазір сіздерге көрсетейін. Жаңа көпшілігімізде сатушыларда сату бөлімінің бастығы жоқ, жауапты адам. Оны сату бөлімінің бастығын алу маңызды екенін түсіндіңіздер, бірақ оны дұрыс алмаған жағдайда, мысалы жаңағыдай тексерусіз, жарайды істеп көре берсін деп біз қара дүрсін аламыз да көбіне. Сол кезде біз қандай шығындарға ұшыраймыз, соны айта кетейін. Өзімен бірге нелерді, егер сізбен кейін келіспей қалған жағдайда сатушыларды алып кету қаупі бар. Жаңағы сіздердің бүкіл неғып отқан дұрыс алмаған жағдайда. Қазір қалай дұрыс алу жолдарында сіздерге көрсетем. Екінші, клиенттік базаңызды алып кетуі мүмкін, ұрлап кетуі мүмкін. Сондай қаупі бар. Дұрыс алынбаған сату бөлім бастығына. Мен жаңа айтып кеттім ғой, осы сату бөлімінің бастығын дұрыс таңдамағандықтан 2 рет емес 3 рет дұрыс таңдаған жоқ. Мен аттарымды айтып кетейін енді. Сіздер танымайсыздар, Ақерке деген қыз келіншек болды. Сетеу маркетингте жұмыс істеген, көп көрім жұмысты ұйымдастырды, бірақ бетімен біз мінезін, адамгершілігін тек көп нәрсені тексеріп алмай соған беріп қойғанның кеселінен біраздан кейін, бір 3 ай істегеннен кейін компаниядағы адамдарды өзімен бірге алып кетті. Бір келіспеушілік болып қалды, бірнекеге ренжісіп қалдық. Содан кейін бір күн бұрқ етіп кетті да, қыздардың бәрін алып кетті. Қыздарға 3 айдың ішінде мама болды, мама сияқты болып алды. Олардың бәрі мама дейтін кеткенде жылады. Осы Ақбаянда сол кезде жұмыс істеген Ақеркесінде ме? Енді сіз қалай күн көреміз деп. Содан кейін келесі, одан кейін келген жігіт кім болды бізде? Мейрам болды да? Мейрам деген ол қазақша мүлде білмейтін, біздің идеологиямызды түсінбейтін, ол да сетевой маркетингте жұмыс істеген. Содан кейін олмен де конфликт болды. Ол да бір 7-8 ай өте жақсы жұмыс істеді. Бірақ өзінің стратегиясын, өзінің арам пиғылын жүргізіп, ол компанияның 80%-ын алып кетті. Содан кейін Мәлік пен Құралай деген істетті, олар прям нагло ақша ұрдады. Өкінішке қарай, содан кейін барып мен сату бөлімінің басшысын таңдау үшін ұзақ ойланып, өткен ең ключевой фигура ғой. Сондықтан сізге қазір осы немене біткеннен кейін сізге немене жібереді, нұсқаулық, инструкция. Сату бөлімінің қалай таңдау керек, қалай іріктеу керек, онымен мына сұхбатты қалай жүргізу керек, тестирование қалай жүргізу керек. Қателессеңіз, сіздің бәленбай жылғы еңбегіңіз далаға кетуі мүмкін. Сол жерде біз ана сату бөліміндегі менеджерлерді оқыту үшін, қазір Ақбаян өзі оқытып жүр, бұрын сырттан әрқайсысы 350 000, 500 000 теңгеден шақыртып тренерлерді оқытамыз, дайындаймыз, өсіреміз. Аналар олардың бытшысын шығарып өздерімен бірге алады да кетеді. Сондықтан сату бөлімінің басшысын мұқият таңдау керек, және
сеніп таңдағаннан кейін соған билікті беру керек. Енді күнемі соның қасында отыра алмайсыз ғой. Кеттік. Кеттік, сату бөлімінің бастығын енді жауапты адамды қалай таңдаймыз соған қарай кетсек, жалпы сату бөлім бастығын алған кезде ол сіздің кәсібіңіздің қандай мәселелерін шешеді, сіз оны не үшін алу керексіз. Ең бірінші ол сатушыларды іріктеп алып оқытуға жауапты болады. Сіз мысалы сатушыларды іріктеп алудан біліміңіз болмаса, негізі сату бөлім бастығында ол білім бар. Ол сатушыларды қалай іріктеп алу керек екенін, оларды оқыту керек екенін біледі. Сол мәселеңізді шешеді. Екінші, сатушыларыңызға үнемі мотивация беріп, солармен жұмыс жасай алады. Себебі сатушыларда өздеріңіз білесіздер, клиентпен сөйлескеннен кейін стресске түсіп кетуі, жандай көңіл күйдің жоқтығы сондай көп кездеседі. Мен өзім де сатушы болған кезде сондай жағдайға көп түскенмін. Сондықтан да сатушыларға үнемі көңіл күй, мотивация беріп отыру маңызды. Бұл сату бөлімінің бастығының істейтін жұмысы. Келесі, есеп алу осы мәселені шешеді. Сату бөлім бастығы сатушылардан әрқайсынан өзі күнделікті кешке есеп алып, сату бөлім басшылыққа сізге тапсырып отыратын болады. Яғни есеп алу, күнделікті аналитиканы көру осы сату бөлім бастығының жұмысы. Келесі, бақылау, сатушыларды бақылау. Сіз үнемі сатушылардың қасында отырып күні бойы бақылай алмайсыздар ғой. Сатушылардың жұмысы, олар жұмыс жасап жатыр ма, звонок жасап жатыр ма, сатылымда қалай жасай алып жатыр, жаңағы ішкі жұмыстарына сіздің егер тәжірибеңіз болмаса, көпшілік кәсіпкерлерде оны бақылай алмайды. Осы бақылауды негізі сату бөлімінің басшысы жасау керек. Келесі, ең маңызды қадамның бірі ол жоспар құру. Сату бөлімінің бастығы ол жалпы планды сізбен бірге жоспарды алғаннан кейін әрбір сатушыға дұрыс жоспарды берілген кезде олар дұрыс жұмыс жасайды. Қазір мен сіздерге сол бір құпиясынан бөлісе кетейін. Сатушыларға жоспар берілу керек. Жоспарды қалай бересіздер? Өткен айғы сатылымына қарап, келесі айда кемінде 20-30% несін көбейтіп план беріп отыру керек сатушыларға. Сол кезде олар өздерінің алдына қойған мақсаттарын көріп, күнделікті соған жұмыс жасайтын болады. Олай өлшенбейтін болса, оның жұмысы онда өспейді. Және де бонусты тек қана жоспарды орындағанда адамдарға әрқайсысына белгілі мөлшерде жоспар беріп тастау керек. Мынадан төмен сатылымға келсең, онда болды. Онда бонус жоқ, онда тек қана оклад аласың. Ал неғұрлым жоспарды артық орындаған сайын, оның бонусы да өсіп отыру керек. Мысалы, жоспарды 100% орындасаң, сен 3% аласың, жоспарды 120% алсаң 4%, егер 150% мысалы орындайтын болсаң, онда 5%, 6% деген сияқты. Сонда енді айтады ғой, богатый богатеет, бедный беднеет деген сияқты. Сол кім көп орындады, соның табысы да өте өсіп отырады. Сонда сізге іріктеліп мықтылар ғана қалады сол кезде. Дұрыс, келісем осыған. Сондықтан да сатушыларыңызға план қойыңыздар, бұл инсайтты жазып отырыңыздар өздеріңізге түртіп. Келесі, сату бөлімін ұйымдастырады. Жалпы ұйымдастыруда әрбір сатушымен жұмыс жасау, олардың әрқайсысына жұмыс жасауын әртүрлі жандай подход деп жатады ғой, солай жұмыс жасау, ұйымдастыру, ауызбіршілігін ұстау, сатушыларды бір идеяға жұмыс жасау, осы сату бөлімінің бастығының міндеті. Келесі қандай негізді шешеді? Жалпы сатылымның өсуі, сату бөлімінің жұмыстарына жауап беру секілді жалпы маңызды жұмыстарды осы сату бөлімінің бастығы шешеді екен. Сіздің оларға араласуға, жалпы олай жұмыс жасауға көп уақытыңыз бола бермейді, сондықтан да осы бөлімге жауапты адамды қойғандарыңыз дұрыс. Енді сатушы алудың сіздерге талаптарын көрсетейін. Ең бірінші, оларға қандай талаптар қойып аласыздар. Жаңағыдай біз сияқты қателіктер жібермес үшін, жаңағыдай тексермей алғанның несі әсерінен болып отыр ғой. Сондықтан да нақты ғылым жүзінде тексеріп алу керек. Біріншісі қойылатын талап, олардың біліктілігін тексеру керек. Негізі сату бөлімінің бастығы өзі де сата алу керек. Сондықтан да ең бірінші тексеретін нәрсе клиентпен сөйлесілген хабарласу бар ғой. Оны запись звонков деп айтады. Соларды тыңдату керек. Содан маған талқы жасап беріңізші, осының қателіктері аналитика жасап беруін өтіну керек. Енді сату бөлімінің бастығының негізгі міндеті, қоластында 3 адам, 5 адам жұмыс істесін, ол өзі алдымен профессионал болуға тиіс. Ол сату бөлімінде үздік сатушы болып. Мысалы, Ақбаянды неге біз сату бөлімінің бастығы қойды? Ақбаян 2 жыл сен немене істедің де? Қарапайым сату менеджері болды. Нөмір 1 болып отырды әрқашан. Табанды, ізденімпаз,
және де мінезі құлқы келеді. Ең бастысы табандылық. Сонан кейін ана күніне бір адам 30-40 адаммен сөйлеседі, соның телефонда CRM система қойғаннан кейін бүкіл сөйлескен әңгімесі жазылып қалады. Сонда клиентпен қалай сөйлесті, қалай амандасты, клиенттің сұрағына қалай жауап берді, клиенттің күмәнін қалай жаба алды, осыны тексеріп алғаннан кейін соны сараптап еткеннен кейін айтады: сен айналайын мына жерде дұрыс сөйлескен жоқсың, сен мына жерде дұрыс сөйлескен жоқсың, келесі жолы былай сөйлес. Егер ол соны қағып алып, келесі жолы жөндесе, ары қарай дамыса, оны қалдырасыз, дамымаса, қоштасуға тура келеді. Келесі сату бөлімін алуға талаптың бірі ол табандылығы бар адам шындығында жетістікке жетеді. Ол осы уақытқа дейін қандай жетістіктерге, мақсаттарға жеткенін сұрасаңыздар болады. Жалпы өзі шындығында жақсы сатушы болса, жаңағыдай өзінің жетістіктерге жеткенін, немесе басқа компанияларда істеген жеткен тәжірибесімен осы неге сіздерге бөліседі. Сондықтан табандылығына міндетті түрде тағы бір қарау керек, өзінің осы уақытқа дейінгі жеткен мақсаттарын сұраңыздар. Келесі, көшбасшылық дейді, лидерство қасиеті болу керек. Оларда ол кезде өздеріңіз кез келген бір ситуация берсеңіздер болады. Енді ұйымдастырып, мысалы сатушылар бар, сатушыларыңыз бар, қол астында аяқ астынан интернет өшіп қалды. Сіз не істер едіңіз? Ол басшылыққа бәрін жаба салады ма, бізде мына өшіп қалды деп, әлде өзі ситуациядан шығуға тырысады ма? Жаңағын жолын өзі іздейді ма ситуацияға? Олар қалай шығады? Соны неден жаңағы алатын сату бөлім бастығынан өздеріңіз сұрасаңыздар болады. Кеттік, сату бөлімін алудың уақыты, бұл негізі нарықтан алатын болсаңыздар, онда бір аптадан 2 айға дейін аралығында іріктеп алуға болады дайын мамандарды. Олар бұрынғы жұмыс жасаған жерлерін жаңағы сұрақтарды қойып іріктеулеріңізге болады. Екінші сату бөлімін алудың әдісі бұл өсіру әдісі. Бұл жаңа ағай айтпақшы, мысалы мені өсірді ғой, өзі сатушылықта жаңағыдай оқытып, дайындап өсіріп, бұл кемі 6 ай аралығында, 2 жыл аралығында адамдар өздері өсіреді сату бөлім бастықтарын. Осы жолмен алсаңыздар болады. Бұл негізі ең сенімді жолы. Екінші тәсілі бар, тезірек маған сату бөлім бастығы керек дейтіндер, онда нарықтан аласыздар. Негізгі менің тәжірибемде өзіңіз өсіргеніңіз дұрыс. Айтады ғой, қол балам деп жатады да, мысалы үйде бір жақсы сиыр болса, бұзауын алып қап, соны кішкентайынан өсіреді ғой. Сол сияқты, мысалы Ақбаян, бізде қазір сату бөлімінің бастығы Сейілбек, қарапайым болып келгеннен кейін содан өсіру керек. Сырттан келген адамды әдетте коллективті қабылдау қиын болады. Содан кейін ол компанияға беріле қою қиын болады. Ал енді өзіңіздің командаңызда адам болсын, соған болашағына сіз нақты программасын жасасаңыз, адал болсаңыз, оған бонус үнемі төлеп отырсаңыз, өзіңіз өсіріп алған дұрыс. Бірақ енді сіздің компанияңыздағы сату бөлімінің басшысы ауырып қалуы мүмкін, бір жаққа көшіп кетуі мүмкін, ондай жағдайда тез сырттан тәжірибесі бар адамды алу керек. Бірақ алған кезде де 7 рет өлшеп, 1 рет кесіп алу керек. Кеттік, сату бөлімін алуда қанша пайыз төлеу керек, осыған қысқаша тоқтала кетейін. Бірінші жағдайда кісілер бар оклад төлейтін, олай жасасаңыз болады. Екінші, таза пайдадан бонус төлейтіндер болады. Және жалпы түскен түсімнен бонус төлеу. Осындай 3 түрлі жолмен негізі оның бонусын төлеуге болады, ақшасын. Бірақ көбіне жалпы түсімнен бонусты төлеген дұрыс. Себебі жалпы түсім ол сатушыларынан түскен түсім, және ол сіздің таза қанша табыс тауып жатқаныңызды білмейді. Сондықтан да негізі көпшілігінде жалпы түсіммен бонусты төлейді. Оны жаңағыдай өздеріңіздің бухгалтерлеріңізбен отырып есептеп шығарасыздар негізі. Сіздерге түсінікті болса, ары қарай кеттік. Мен келесі сіздерге айттым, арасында көп оқытқан компаниялардың сатылымына әсер еткен тетіктермен бөлісіп отырамын деп. Келесі бір компания, Уәде компаниясы, бұл зергерлік бұйымдармен айналысады, қолдан жасайды нелер, жаңа мамандары. Бұларда сатылым 2 есе, 3 есе өсті. Осы сату бөлімінің бастығын алу арқасында, жаңа оқыту арқасында бұларға қандай тетік әсер етті? Бұл жерде біз сатушыларға план қойдық, біз мына жерде қазір көрсетілмеген екен, планды қойдық.
әрбір сатушыға осы уақытқа дейін жеке өзінің планы қойылмаған екен. Әрқайсысына таблицамен жасап, жеке план жасап бердік та, планды өткен айдан қарап 30%-ға өсіріп жасап қойдық. Осы өткен айда жасаған планның 30%-на көбейтіп жасадық. Таблицаға жасаған кезде планды біз жасап бердік, күнделікті фактпен ауытқуды сатушылардың өздері толтырып отырды. Бұл жерде бір қызығы, жаңа Google таблицада ашылған болатын бұл, әрбір сатушы күнделікті біреудің тексеріп кетеді. Күнде анау қанша жасады, мынау қанша жасады, әркім өзінікін толтырып отырады. Осы біреулердің тексеріп кету арқасында ол жерде де осы өзінің қаншалықты қалып келіп жатқанын көріп, озып келіп жатқанын көріп, сатылымды неге 2-3 есеге дейін арттырды. Бұлар да онлайн жүйесінде өздерінің заказдарын қабылдап отқан компания. Сіздер де осыны инсайт қылып, қазір жазып алсаңыздар. Қазір мен бір-екі сұрақтарға жауап беріп кетейін, да? Бұл жерде Instagram енді тездетіп қолғылмасақ, Катипа, дұрыс айтасыз. Так, Ренат Садықов айтады, Ақбаян алып кете ме деп. Бұл жерде бағана айттым ғой, сату бөлімінің басшысы дегенде, бұл жерде түрлі тесттен өткізу арқылы, сұрақтар өткізу арқылы, түрлі сынақтан өткізу арқылы тексеру керек. Аузы күйген үріп ішеді дейді ғой. Енді біз сату бөлімінің бастығын өстіп, әбден тексеруден өткеннен кейін ғана барып бекітетін болдық. Сондықтан мен Ақбаянның адамгершілігіне 100% сенемін. Біреу $1 миллион берсе де, біздің базамызды сатып жібермейді, біздің бір клиентімізді алып кетпейді. Бәрін ақшамен өлшемейтін де адамдар бар. Кейбіреулер бәрін ақшамен, арын ақшаға сатып жіберетіндер бар. Солардан сақ болу керек, да? Сөйтіп сұрап жатыр ма? Иә, сұрап жатыр. Сіз алумен келіспесек, нақты ештеңе үйрене алмадым, бос сөз көп. Хафиза, не жайлы айтып жатырсыз? Так, келесі. Сетевой әрине бизнес. Сетевой бизнес деп мен санамаймын. Сетевойды, да? Шаблон экран көрсетіп отырсаңыз, клиентский базаны қалай сақтап қалуға болады, СБ кетіп жатқан жағдайда. Клиентский базаны сақтап қалу үшін CRM система болуға тиіс. Customer Relationship Management дейді, да? Райхан Тұрсын, дым сөз жеткізілмайды, мына қыз Мадина Рүстемова. Мадина деген сіз ренжімеңіз, енді мен сізді шыбын деп айтуға мәжбүрмін. Өйткені Инстаграмына кіріңіз, қандай үлкен компаниялардың сату бөлімін қанша есе көтеріп, солардан алғыс айтып отыр. Қазір Ұлпан Ақбаянның Инстаграмына кіріп, сол үлкен компаниялардың айтып жатқан алғысын, және ол компаниялардың сілтемесін беріңіз. Айкар, тағы қандай компания? Уәде компаниясы, Айдын текстиль компаниясы оқытылған, Море продукт компаниясы. Өте көп, өткен жол Шымкентке арнайы. Ақбаян, неше күнге барып келдіңіз? 3 күнге барып. 3 күнге барып келдің, қанша ақша төледі? Шындығын айтшы. 150 мыңнан. Енді ол таныстар осы Аламанда оқып шыққаннан кейін арнайы барып сабақ өткізіп келді. Сіз мына жерде мына қыз түк білмейді деп айтып отырсыз. Сіз не білесіз? Жақсы, кеттік. Өзің жүргізе бер. Жақсы. Енді сату бөлімін қайдан іздейміз, соны қазір қайдан табамыз, сіздер оқытасыздар ма деп жазған несін неп қалдым. Қайдан іздейміз деген соған мен жауап бере кетейін. Оны HeadHunter'ден іздейсіздер, немесе Market.kz-ден іздесеңіздер болады. HeadHunter негізі жұмысшыларды іздеудің нағыз ортасы, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Іздеу сүзгісіне сату бөлім бастығы деп жазасыздар. Негізі орысша жазылады, ол жерде руководитель отдел продаж. Екінші мамандығы сатылымды басқару, управление продажами деп жазасыздар. Одан кейін қаласы, әркім өзінің қаласындағы сату бөлімінің бастығын алады. Жұмыс тәжірибесі 5 жылдан жоғары болу керек, 2 жылдан жоғары болу керек деп оны өздеріңіз белгілейсіздер, және соңғы аптадағы жаңартылған резюмесін көріп іріктеп алсаңыздар болады. Мен жаңа басында көрсеттім, қандай сұрақтар қалай тестілеп аласыздар, соны қолдануларыңызға болады. CRM туралы. Енді сату бөлімін жасақтау, бұл жерде енді қысқа уақыттың ішінде бәрін айтып кету мүмкін емес, бірақ осыны негізгі сіздерге алатын инсайт, 2 адам бола ма, 3 адам бола ма, басшысы болмаса болмайды. Мысалы, сату бөлімінде 3 адам жұмыс істесе, соның біреуі бастық болуға тиіс. Соң 3-4 адам болғаннан кейін де сізге CRM жүйесін орнату керек. Оңген сіз қазірге өспейтін осы міне жеткілікті десеңіз, әрине онда сізге керек жоқ. Соң кейін жаңа ауылдағы магазин дүкен жайлы айтып кетті. Ауылдағы дүкенге ешқандай сату бөлімін құрып, оның бастығын құрып керек емес. Ауылдағы дүкенге жаңағы Tripwire, Leadmagnet ол қажет емес. Ауылдағы дүкеннің ол өспейді, оның не өспейді, не өшпейді. Мен ондай бизнесті тек қана
бір адамға тапсырып қойып, қазір көріп отырған көбінесе жастар деп ойлаймын, сіздерге өсетін, масштабталатын, ертең сол бизнесті қалай масштабтау керек, қай бизнес масштабталады, қай бизнес масштабталмайды, соны сол жайлы ертең кереметтей сабақ болады. Өйткені бәріңіз өскіңіз келеді, бәріңіз табысыңызды көбейткіңіз келеді, солай ғой. Ал енді негізгі сату бөлімін құру керек, сату бөлімін бастығын дұрыс таңдау керек, дұрыс қою керек. Содан кейін әрлік бөлімге сатушыларға жоспар қою керек. Содан кейін оның дұрыс мотивация жасау керек. Мотивация жасау деген сөз күнделікті төлеп отыруға болады, және де жоспарын орындаған үшін міндетті түрде бонус төлеп отыру керек. Ал енді келесі әңгімеміз CRM система, да, CRM жүйесі. CRM жүйесі Customer Relations Management деп аталады. Бұл қазақша аударғанда жалпы клиенттермен қарым-қатынасы басқару жүйесі. Клиенттермен біз көбіне түскен номерлердің барлығын игере алмай, жаңағыдай 5000, 10000 номер келсе, оны әрқайсысын іріктей алмай, өзінің реттілік сүзгісіне қоя алмай жатамыз. Осы клиенттерден түскен номерлерді бір жерге жинайтын, оларды реттілеп әрбір сатушыға бөліп, оның күнделікті сатылымын көрсетіп отыратын керемет жүйе бар. Бұл CRM системасы. Қазір сіздерге осы CRM системасымен оның қандай пайдасы бар екенін айта кетейін. Жалпы клиенттік базаны өздеріңіз жинайсыздар ма? Рекламадан түскен, ақша төлеп реклама беріп жатқан клиенттердің WhatsApp-тан келе ма, Instagram-нан келе ма, сайттан келе ма, олардың барлығы бір жүйеге жиналу керек. Соны негізі CRM системасы сол проблеманы шешеді. Сіздерде негізі қанша база бар? Қазір осы сұраққа жауап бере кетіңіздер. Сіздер базаны клиенттік номерлерді жинайсыздар ма? Оны қайда жинап жатырсыздар? Негізі көпшілігі осыны сұрағында телефонына көбіне жинайды екен. Нені клиенттік базаны жинамайды екен, клиенттік номерлерді. Осы CRM системасының қандай пайдасы бар? Сату бөліміңізді бақылай аласыздар. Әрбір сатушының клиентпен сөйлескен аудиозапистерін тыңдай аласыздар. Ол дұрыс сатып жатыр ма, әлде клиенттерді өлтіріп жатыр ма, әлде мықты сатып жатыр ма, соны бақылауға керемет мүмкіндік. Осы CRM системасымен. Енді қазіргі заман база, клиентті даладан әкеле беру деген бітеді. Енді клиентті қазір компаниялар бөліп алады. Содан кейін ол соған менен стратегия сабағында көрсетем, айтам, lifetime value дейді, клиенттің өмірлік пайда келуі. Қазір өгізге туған күн бұзауға да туады дейді ғой. Америкада, Европада, қазір Ресейде база деген әңгімені өте көп айтады. Клиент келді ме, болды, ол король. Сол қайтадан қайтып келу үшін сіз барлық жағдайды жасауыңыз керек. Ол үшін онда база сіздің CRM системаңызда клиент тіркеліп тұруға тиіс. Оның туған күнімен, өткен товарды алғаннан кейін риза болды ма, риза болған жоқ па, сапасына қалай көңілі толды ма, толған жоқ па, сізде болып жатқан жаңа өнімдер жайлы, жаңалық жайлы үнемі соны ұстап отыруыңыз керек. Былайша айтқанда, кафеге адамдар айтады, кафенің иесіне ең өмірдегі ауыр сөз, ресторандағы ауыр сөз. Ана тұтынушы айтса, енді сізге келмеймін деу, ол кісіге өліммен бірдей. Дәл сол сияқты сіз онлайн сатасыз ба, офлайн сатасыз ба, қызмет көрсетесіз ба, клиент сізге риза болмай кетсе, ол сіздің бизнесіңіздің банкрот болайын деп жатқанына бір берілетін бір белгі, нұсқау, сигнал. Сондықтан және де сіз қанша осы айда сізге 300 клиент келді ме, оны базаға кіргізіп қоясыз. Келесі айда тағы да бір 150 клиент келді ме, базаға кіргізіп қоясыз. Базаны жинайсыз да, сол базамен сіз өте тығыз жұмыс істеуіңіз керек. Оған көмек беретін CRM система. Біз енді CRM системаға қатынасымыз жоқ, біз CRM системаны жарнамалап жатыр деп ойлап қалмаңыз. Мысалы, біз Wi-Fi керемет деп айтамыз, болмаса біз Wi-Fi-дің иесі емеспіз ғой, мысалы. Болмаса Samsung-ты айтсақ, біз Samsung-ға біз қатынасымыз бар деген әңгіме емес. CRM системасыз кәсіпкердің болашағы өте тұманды болады. Керемет, бұл CRM системасының тағы бір артықшылығы өткен ай, жыл, апта, күн сатылымдарын, отчеттарын сізге көрсетіп отырады. Мысалы, өзіңізде сөйлесеңіз, және әрбір сатушының бөлек-бөлек өткен айға, өткен жылға сатылымдарын барлығын отчетін анық көрсетіп отырады. Күн сайынғы отчетты көргіңіз келсе, негізі есепті көру үшін осы CRM системасы көмектеседі.
Келесі кірісті 40-50%-ға арттырады. Неге 40-50%-ға арттырады деп сенімді айтып отырық? Себебі бұл клиенттік базаны осы уақытқа дейінгі жинайды. Мысалы, сіздің қазіргі түсіп жатқан номерлерден 50% сатылым болса, қалған 50%-ды бұрынғы жиналған клиенттік номерлерден болады. Сіз олардың барлығын CRM-де жинайды, оларға қайта-қайта хабарласып, жаңа өнім келсе хабарласып, жаңа скидка болған кезде хабарласып, оларды ұмытпай, солармен үнемі жұмыс жасап отырған кезде 50%-40% продажа сол өзіміздің жинаған базамыздан болу керек. Сондықтан да осы базаны бүгіннен бастап жинауды негізі қолға алыңыздар. Негізгі CRM система деген не? Мысалы, сіз айтыңызшы, мысалы, сізде 2 сату менеджері бар дейік те, әрқайсысы бір күнде кемінде 30-50 адаммен хабарласады. Сол 10 күннің ішінде 300-500 адаммен хабарласады. Хабарласқан адамның бәрі деп сатып ала бермейді. Соның ішінде 70-80%-ы күйеуіммен ақылдасайын, әйеліммен ақылдасайын, қазір ақшам жоқ болып тұр, ойланайын, сәл қымбаттау сияқты, сапасына көңіл бөлмеймін деген түрлі бір сылтаулар айтып кетіп қалады. Ол сылтау айтып кетіп қалды деген сөз, ол жоғалды деген сөз емес. Болмаса айтады, мен 3 күннен кейін хабарласам деп. Егер күніне 50-60 адаммен хабарласып отырған адам, оның қайсысын қай жерге жазып қояды? Кейбіреулер тіпті блокнотқа жазады. Excel таблицасына жазылған нәрсені сіз құшқалап таба алмайсыз. Сату менеджері таңертең келді ме, ол телефонға отырса звондау керек. Солай ғой. Келіп жатқан қоңырауды қабылдау керек. А CRM система, мысалы мен сөйлестім, Гүлмира маған айтты. Рахмет, сіздің ұсынысыңызға ойланайын, мен 2 күннен кейін хабарласыңыз дейді. Мен CRM системаға бірден Гүлмира 2 күннен кейін айтам, 2 күннен кейін қай уақытта? Түстен кейін сағат 3-те деп жазып қойдым. 2 күннен кейін CRM система менің көз алдыма жарқ еткізеді. Міне сіз жарты сағаттан кейін Гүлмирамен хабарласу керексіз. Ол би деп айтты, ол ойланам деп айтты, ол сізге прайс-лист жібер деп айтты. Болмаса Асқат айтты. Жоқ, бағасы қымбат екен, егер скидка болғанда маған айтыңыз, мен мүмкін алуым мүмкін деді. Соң кейін сіз онда CRM системаға Асқат скидка болған кезде айту керек. Соң кейін сізде бір жеңілдік жүріп жатқан кезде сізге CRM система алдыңызға жарқ етіп көрсетеді. Сондықтан бұл CRM системаға 10 мың адамда, 100 мың адам болсын, 500 мың адам болсын, ішіне кіргізіп қоюға болады. Ол сізге автомат түрде сарт еткізіп көрсетіп отырады. Мысалы, Асқатты алып шыққан кезде Асқатпен неше рет сөйлестіңіз? Ол қандай әңгіме айтты, қандай сылтау айтты, қандай күмән айтты, соның барлық тарихы жазылып тұрады. Картотека болады. CRM система орнамай тұрған кезде бізде былайша айтқанда каша болатын. CRM система орнатылғаннан кейін бізде мысалы базамызда қазір қанша өте көп, біздің базада қанша клиент бар? 150 мыңнан астам клиентский база бар да. Соның бәрін кез келген уақытта біз кімнің не айтқанын, кімнің қандай ойда жүргенін, кейбіреулер бізді 1 жыл, 2 жылға дейін бақылайды. Солардың бәрі базада тұр. Ол база деген сіз үшін алтын сандық. Сіздің болашағыңыз. Кеттік. Жақсы, CRM системасының жұмыс өнімділігін неге арттырады? Себебі сатушылар өзіңізде клиенттің мысалы ертең хабарласу керек, айдың соңында ақшам түседі, айдың соңында хабарлас деген клиенттің бәрін мида сақтау мүмкін емес қой. Ал CRM-да клиентпен сөйлесіп болғаннан кейін сол жерде задача қойып кетесіздер. 31 күні сағат 3-те хабарласам деп. Сол кезде сізге сол күні сағат 3-те уведомление келіп тұрады. Мына клиентке хабарлас деп. Сонда ешқандай клиентті ұмытып кетуге сізде мүмкіндік болмайды да. Мына CRM системасын дұрыс қолданған кезде. Ол өте керемет шындығында система, ешқандай клиенттің проблемасын миға сақтаудың қажеті жоқ. Осы жерге жазып қоясыздар. Сондықтан да бұл сатушылардың жұмыс өнімділігін арттырады. Әрі бірінен кейін бірі қайсы клиентке хабарласу керек, бірден көрініп тұрады. Әрбір воронка, жаңа лидтер барлығы көрініп тұрады. Қазір сіздерге CRM системасының мына жерде несін экранда көрсетілсе, аналитика продаж көрсетіледі, күнделікті звонок проценті, қанша адамға звондалды, қанша адамға сатылды, қанша теңге түсті, соның барлығы осы бір ғана тетікті басқан кезде көре аласыздар. Демек, сіздер сату бөлімін бір ғана осы программамен жандай жұмысын қалай жұмыс жасап жатқанын көріп бақылай аласыздар. Сату бөліміңізді жүйелейсіздер. Енді бір адамның, мысалы, 100 адам болсын, ананың бәрін мида сақтау мүмкін емес, келісесіз бе? Ал енді CRM система бәрін миға сақтап отырады. Кез келген ақпарат, әрбір клиент жайлы ақпаратты бүге шігесіне дейін. Ол кім, жасы кім, қай қалада, қашан хабарласты, не деп айтты, бүкіл жазулар алдыңызда сықылдатып дайын тұрады. Сондықтан сіздерге айтатыным, CRM системаны қойып алуға тырысыңыздар.
Так, CRM системаның қалай, жаңа сұрап жатыр ғой, қалай таңдаймыз, қандай түрлері бар, соған тоқтала кетейін. Негізі 3 түрі болады CRM системаның: жалған, қарапайым және күрделі. Осының сіздер қайсысын пайдаланасыздар, өздеріңізді көрсеңіздер болады. Жалған CRM-ға нелер жатады? Блокнот, Excel таблица және Google таблица жатады. Жалған CRM-ға жалпы жаңағы клиенттік базаларды жинайтын жерге. Ал енді осыны қолданып жүрген кісілер енді бұл жаяу жүріп келіп жатқан адаммен тең. Енді сіздер жаңағыдай көлікке отырып жаяу жүрген адаммен жарысқыларыңыз келсе, кәдімгі қарапайым CRM-ға өту керек. Қарапайым CRM-да AMO CRM программасына өту керекпіз. Мына жалған CRM-да нелер болады? Аты жөні болады клиенттің. Егер жазсаңыздар, ұялы байланыс номері болады, телефон номері және поштасы, оны жазып жүрген адамдар, және нені сатып алды, алған өнімі болады. Оның артықшылықтары қолжетімді әрі тегін. Жаңа блокнот, Excel, Google таблица. Оның кемшіліктері қандай? Көп уақытыңызды жоғалтасыз. Клиентті сегментке бөлуді қиындатады. Мысалы, алған клиенттер бар, алмаған клиенттер бар, жаңда ойланатын клиенттер бар. Олардың әрқайсы сегментке бөлінген кезде CRM системасынан көресіздер, қайсы клиентпен қалай жұмыс жасау керек және қалай жұмыс жасалғанын көріп отырасыздар. Ол қиындық мына жалған CRM-де бар, оны көре алмайсыздар. Келесі, задачалар қоя алмайсыздар. Мысалы, айдың соңында хабарласу, ертең түсте хабарласу дегенді қоя алмайсыздар. Оны жіберіп аласыздар. Есепті бақылай алмау. Әрбір сатушының келесі, сатушының сөйлесуін тыңдай алмайсыздар. Клиентпен не деп сөйлескенін. Осындай кемшіліктері бар. Енді қарапайым CRM түріне көшейік. Бұл қарапайым CRM түрі. Енді сіздердің де қазір кәсіпкерсіздер, кәсіпке енді келіп жатсыздар. Бұл CRM түрлерімен жалпы бизнесті автоматтандыру, жүйелеуден хабарларыңыз болған дұрыс. Сондықтан да барынша енді түсінікті тілге жеткізуге тырысып жатырмыз. Қарапайым CRM-ға Bittrex 24, AMO CRM, Мегаплан және Relight CRM жатады. Осындай 4 түрлі CRM-дер бар. Бұл CRM-нің қолдансаңыз неге жетесіз? 10 мыңнан 200 мың, 500 мыңға дейін үлкен ауқымды номерлерді, клиенттерді осы бір базаға, бір жерге жинай аласыздар. Келесі, бірден барлық базаға рассылка жасауыңызға болады. Клиенттің номерлері сол жерде тұрады, соны алып жасауға болады. Және тағы бір артықшылығы, ең керекті бөлігіне алып рассылка жасай аласыздар. Алмаған клиенттерге именно оған арнайы жаңағыдай немелер, офферлер жібереді ғой. Тек сізге арнап, бүгін 30% жеңілдік деген сияқты алмаған клиенттерге жіберіледі. Немесе жаңа тауар келсе, алған клиенттерге қайтадан жібереді. Олар сіздерден қайтып алатын болса, осындай маңызды этаптары бар, бөлінген керемет этап. Мысалы, сіз бір көйлек сатасыз дейік, да? Болмаса аяқ киім сатасыз. Сіздің базаңызда, мысалы, көп демей қояйық, 5000 базаңызда клиент бар. Бұрын соңды бір рет алғандар да биыл. Енді егер соған сізде CRM болмаса, осылай жаңа товар келіп еді деп көз алдыңызға елестетіңіз, әрқайсымен сөйлесіп шығу үшін қанша менеджер ұстауыңыз керек? 100 менеджер ұстасаңыз да әрқайсына сөйлесіп үлгере алмайды. Әрқайсына WhatsApp-пен жіберіп отыру. Оғанда, мысалы, нөмерді блокқа салып тастайды, көп жібере берсеңіз. Ал AMO CRM-да бір күн басып келіп қалған кезде сізде 30 мың клиентке, 20 мың клиентке бірден барады. Және барғанда нақты тікелей өзінің WhatsApp-ына барады. Айтасыз, бізде жаңа осылай түсімдер болды, подступление болып жатыр. Бізде қазір сатылым сезон аяқталды, 30%, 40% жеңілдіктер болып жатыр. Бізде осы мына күндер распродажа болады деген сияқты, сол бұрынғы клиенттермен үнемі кері байланыста ұстап отыруға, бірден оғыларға хабар беруге керемет көмектеседі. Енді мына жерде мен сұрақтарды тыңдап отырмын, көп базарда істеп жатырмыз, қалай істесек болады дейді. Айналайындар, базардың күні, өгіз арбаның күні сияқты өтіп бара жатыр. Заманның ағымына қарай ілесу керек. Қазір ешкім факспен хабарласпайды, ешкім поштамен хат жібермейді, ешкім шалғымен шөп шаппайды. Сондықтан заманның ағымына қарай ілесіңіздер, не болмаса бизнестен сыртқа шығып қаласыздар. Болды, бір жерге жалшы болып алуға мәжбүр болуыңыз мүмкін. Кеттік. Кеттік. Енді негізі артықшылықтарын бәрін жаңа айтып отырмыз. Енді келесі күрделі CRM түріне көшейік. Бұл 1С CRM және SAP CRM және Oracle деген. Бұны айтпай-ақ уақыт кетірмей қояйық. Бұны мысалы біздің өзіміз орнатқан жоқпыз. Бұл сіздерге қажет емес. Ең дұрысы
24 битриксті Қазақстанда әлі дұрыстап орнататын мамандар жоқ. Ол ана амостеремге қарағанда кішкене мықтырақ, функциясы көп, бірақ біз соны сатып алдық бәленбай ақшаға, қанша миллион теңге ақша шығардық, ақыры соны Алматыда бізге түбіне дейін жеткізіп, жүйелеп беретін адам болмады. Біз жарты жылдан астам соны біздің қанымыз ішіп қойды. Мүлде бүлдіріп алдық. Соны қайтадан амостеремға келдік. Сондықтан ең тиімдісі амостеремнің даже тегін немесі бар да. Мына экранға көрсетіп қойдым, Google-ға кіріп, кез келген адам Google-ға кіріп, amoserem.ru деп жазсаңыздар, ағылшынша. Бірінші жаңағыдай 14 күндік тегін несі бар. Соны алып қолданып көрсеңіздер болады. Мына экранда көрсетіліп тұр ғой, осылай шығады, қыздың суреті және астында поправите бесплатно деп тұрады. Тегін версиясын алып қолданып көрулеріңізге болады. Және қанша тұрады амостерем өзі? CRM-нің өзі егер сатушыңыз болса, 6 айға жаңда қостыру өзінің жаңа несі тұрады, сенаның ішінде 120 мың сондай болады. Бөліп төлеуге болады ай сайында? Иә, бөліп төлеуге болады, 3 айға бөліп төлеуге болады. Қанша айына қанша төлейді сонда мысалы? Оны бір рет жаңағы программасын 2 менеджерге негізі сатып алу керек, жаңағы 6 айға дейін жұмыс жасайтын. Сосын ай сайын өзінің IP телефониясымен жаңағыдай өзінің CRM-нің звонок жасайтын Теле2-ның тарифін ғана төлеп отырады. Ол қанша айына шығады сонда? Ол 15-20 мың теңге, енді бастаушыларға солай ай сайын. Ол сатушыларына все равно адам единицасын төлеп отырады ғой, сол сияқты күнделікті өзінің IP телефониясын. Дәл қазір Google-ға кіріңізде, әрине сабақ біткеннен кейін амостерем деп жазыңыз, тіпті кириллицамен жазсаңыз да шығады, соны байланысыңыз, бір 14 күн тегін істеп көріңіз, сол кезде көресіз. Сіз трактордан мәшинеге өткендей, ана қолмен жуатын мәшинеден автомат мәшинеге өткендей керемет өзіңізді сезінесіз. Бізге де рахмет айтасыз, амостеремге де рахмет айтасыз. Ең бастысы, сіз соған бір 120 мың салсаңыз, ол сізге 520 мың болып қайтып келеді, 2-3 айдың ішінде. Өйткені сіз клиентті қазір жоғалтып жатырсыз. Егер амостерем сізде қойылмаса, 2 сатушы болса, уже қоя беру керек. Негізі CRM системасына менде алғашқы көшкен кезде, мысалы қазір көпшілігі айтып жатыр, бұл программа бұны игеру қиын деп. Негізі өте оңай, тек бұмен жұмыс жасауға бір апта ғана уақытыңызды бөлсеңіз, сонымен хабарлассаңыз, тез үйреніп аласыз кез келген затты. Ақбаян, сенің өзің білімің қай не бітіріп едің? Мұғалім биология. Биология пәнінің мұғалімі, осы амостерем бір аптада меңгеріп, сату бөлімінің басшысына дейін көтеріліп, қазір Қазақстандағы ірілі ұсақты компанияларға барып, сол CRM-нің қыр-сырын үйретіп, сату системасының қырын үйретіп жүр. Егер Ақбаян биология пәнінің мұғалімі жасай алса, сіз де жасай аласыз. 5-ші класстың, 5-ші сыныптың математикасын білсеңіз жеткілікті. 6-ші, 7-ші сыныптық біл деп айтпай-ақ қояйын. Кез келген адам үйрене алады, өте оңай. Бұл мен бір үйреніп сатытқан адам қайтадан жаңағы блокнотқа неге көшкісі келмейді, жаңағы таблицаға. Кеттік, ары қарай жалпы сатылым скрипті, негізі сұрақтарыңыз болса түсінбесеңіздер жаза беріңіздер, сіздерге жауап беріп отырамыз. Келесі сатылым скрипті. Сатылым скрипті деген түсінікті бірінші рет естіп отыруларыңыз мүмкін. Бұл дегеніміз не? Клиентпен жалпы алло деп сөйлесіп бастағаннан кейін жақсы, онда қалай төлем жасаймыз деп келіскенге дейін сөйлесіп біткенге дейінгі аралықты алдын ала жазылып қойған сценарий, бұл сатылым скрипті деп аталады. Клиентпен сөйлесуді алдын ала жазылу. Жаңда алады ма, алмайды ма дегенге дейін бағасына дейін келісу. Сатылым скрипті көбіне ірі компаниялардың барлығында негізі сатылым скрипті бар, бұл жазылады. Себебі бұның маңыздылығы өте жоғары. Сіздер мысалы айталық, бір мықты сатушыңыз бар, жақсы сатады. Басқа сатушылар онша сата алмайды. Егер сол мықты сатушының қалай сатып атқан сөйлесуі, әрбір клиентпен жауап беруі, күмәніне жауап беру, барлығын сізде оны жаңағыдай CRM-нің аудиозаписімен жазып алып, соны сценарийдің барлығын толық жазып шығып, сату скриптін басқа да сатушыларыңызға берсеңіз, ол басқа 10 сатушыда жаңағы мықты сатушыңыз сияқты супер сататын болады. Сатылым скрипті деген не? Кез келген клиент, мысалы 100 адамның 99%-ы сізге бір күмән, возражение айтады. Не бағасы қымбат дейді, не сапасына сенім жоқ дейді, не болмаса сіз лақтырып кетпейсіз ба, егер онлайн сатып жатсаңыз, мен ақшаны жіберсем, сіз оңай жібермей қойып жүрмейсіз ба,
мысалы конкуренттерде бұл нәрсе арзанырақ тұрады екен, қандай кепілдік бересіз деген кемінде 5-6 возражение, күмән айтады. Сол өте талантты сатушы, жаңағы әбден өзінің ісін меңгерген адам, ол адамдармен ұрыспай, таласпай, ол адамды әдемі қылып, ана адамның қалай алып жүргенін өзі білмей қалады. Мысалы, Ақбаян сатып жүрген кезде, айына мен есімде бір курсқа 100-130 адамға дейін сататын. Ал кейбіреулер тура сол жерде отырып, тура сол клиентский базамен жұмыс істеп отырып, 20-30-ақ сатады. Неге бір адам 5 рет артық сатты? Өйткені ол клиентпен сөйлесе алады. Сондықтан, мысалы айтады, ең мықты сатушы Ақбаян, анау қымбат десе не деп айтты екен, уақытым жоқ десе не деп айтты екен, ақшам жоқ болса не деп айтты екен, сапасы ұнамайды десе не деп айтты екен, конкуренттерді арзан десе не деп жауап беріп, әйтеуір бәрібір жаңа біреу айтып жатыр, ақшасы жоқ болса сата алмайсың деп. Ақша бәрінде бар, ақша сізде жоқ. Көп адамдар ақша жоқ дейтін адамның өзінде ақша жоқ. Ал клиенттерде ақша бар, керек болса табады, қажет болса табады. Егер алмай жатса, ол не өнімге сенбей отыр, сапасына сенбей отыр, не сізге сенбей жатыр. Осы үш нәрседе сізге как маман ретінде сенбейді, сіздің мықтан маман екеніңізге, не болмаса өнімнің жақсы екеніне сенбейді, не болмаса ол сіздің компанияңызға сенбейді. Сондықтан оның осы сенбеушіліктерін жабу керек. Ол мына театрдағы актерлардың сөздерін екі адам театрда ойнаса, мынау қозы, мынау көрпеш ойнаса, кімнің не айтатыны түгел жазылып қояды ғой. Дәл осы сияқты келген адамға, сату бөліміне келген адамға сіз соған жиі кездесетін бір 20, 30, 50 күмәнді бересіз, соның жауабы дайын тұрады. Анау А десе Б дейсің, В десе Г дейсің, Д десе Ж дейсің деп. Сонда ана адам тезірек үйреніп алады. Бірақ оны үнемі жетілдіріп отыру керек. Үнемі жетілдіріп отыру керек. Оны скрипт дейді. Ол дайын жауап. Жалпы скрипт продаж туралы түсінік пайда болды деп ойлаймын. Толығырақ негізі оны тереңірен меңгергілеріңіз келсе, оны негізі мен самғау курсында үйрететін болам. Ары қарай сіздермен қазір қандай немен бөліскім келеді, өзімнің осы сату бөлім басшысы болған кезде сатушыларды кімдерді алу керек сатушылыққа. Көп сатушыларды алып, оларды шығарып, әрбір сатушы егер дұрыс алынбаса, компанияға үлкен шығын алып келеді. Оның клиентпен әрбір рекламадан алып келген, ақшамен алып келген клиентіңізді өлтіреді, сіздің CRM-іңізбен жұмыс жасайды, единицаны кетіреді, жаңа офисіңізде отырады деген сияқты көптеген шығындарға алып келеді. Сондықтан да сатушы алған кезде кімдерді алу керек? Негізі адамның мінез құлқына қарап таңдау ең дұрысы деп айтылады. Солардың ішінде біз психологияда барлығымыз мектепте даже үйретілген 4 тип бар, холерик, меланхолик, флегматик, сангвиник. Сіздер өздеріңіздің кім екендеріңізді тест арқылы Google-ға жазсаңыздар, осыны тесттер өте көп, соны тапсырып көріп алуларыңызға болады. Және сатушы алған кезде осы тестті міндетті түрде тапсыртып алсаңыздар, көп уақыттан ақшаңызды үнемдейтін боласыздар. Кеттік, кімдерді алу керек? Холерик пен меланхоликтер онлайн сатушылыққа мүлдем сәйкес келмейді. Холериктер негізі көпшілігі осыған орын қалады. Олар жақсы сөйлейді адамдармен, тікелей сатылымда олар өте жақсы. Бірақ онлайн сатылымда олар көбіне сата алмай қалады. Жаңағыдай жанады, одан кейін өшетін сабан сияқты болады. Себебі оларда онлайн отырып сататын табандылық олардың бойында жоқ. Оларды тікелей сатылымға қойсаңыздар өте жақсы сатылады. Осыған мән берсеңіздер, холериктер негізі онлайн сатушылыққа келмейді. Егер промой тікелей сатылым болса алсаңыздар болады. Меланхоликтер неге алуға болмайды? Меланхоликтер олар шыбын адамдар дейді. Олар сізден бір минус көрсе, немесе өніміңізден бір минус көрсе, және клиенттен бір негатив минус естісе, оны жан жағындағы сатушылардың бәріне тарқатады. Біздің өнім мынандай нашар екен, мына клиент былай айтты деп, сіздің миыңызды жеп, жаңағыдай тызылдайтын, бұлар жанындағы сатушыларды құртатын адамдар. Сондықтан да меланхоликтерді, мияулайтын адамдарды сатушылыққа алмаған жөн. Енді ары қарай кеттік. Флегматик пен сангвиник ең жақсы келетін сатушылыққа, онлайн сатушылыққа дәл келетін мінездер. Меланхолик пен сангвиник егер оның бойында бар болса, немесе осы екеуінің біреуі бойында бар болса, онда бұларды алуға болады. Бұл адамдар өте тұрақты, табанды келеді. Бастапқыда бірден нәтиже көрсетпесе де, табандылық пен білімнің арқасында бұлар сіздерге ұзақ
көбірек жұмыс жасайтын болады. Себебі бұлар көп эмоцияға берілмейді. Осы сангвиник пен флегматик деп өздеріңізге қарап алсаңыздар болады. Осы сатушы алған кезде қарапайым осы қазір сіздерге түсінікті болу үшін осы мінездеріне қараңыздар. Кейін неде самғауда толығырақ оның да тесттері бар, жолдары бар, көрсететін боламыз. Қазір енді бұл кісілер жасай алатын осы ғана ең жеңіл түрі сатушыларды таңдап алуға. Жасап көрсеңіздер болады өздеріңізге. Талап орынбасары айтады, не деп жазып жатыр? Сауда агенттері әр сауда орнына барып тапсыра алады, сірем қаншама керек. Мен сізге айтып жатырмын ғой, болашақта егер сіздің базаңыз болмаса, база деген не? Сізден алған, сізге хабарласқан, алмай кетіп қалған, сізге ренжіп кеткен адамдардың бәрін сіз клиентский базаны бір жерге жинап отыруыңыз керек. Оны үнемі қайнатып, оныған үнемі хабарласып отыруыңыз керек. Сізге жаңадан клиентті әкеп бере бермейді ешкім. Бара-бара клиентке, әрбір клиент деген үлкен бағалы нәрсе болады. Сондықтан сіз аралап жүрген адамдар, ол бір торговый агент болса, оның блокнотына кетті. Сондықтан оны бәрін бір базада жинап отыру керек. Қазір аяқпен емес, баспен істейтін уақыт келді. Орыстар айтады, дурная голова ногам покоя не дает. Адамның басы істемесе, оның аяғымен қолына тыным бермейді. Ал қазір бір орында отырып, білімді мыңды, білекті бірді жығады дейді. Сондықтан сіздер білімдің неменесі, біліммен қоса құрал керек, заманауи құралдар. Мысалы, егер қолыңызда отвертка болмаса, сіз кез келген мына шурупты бұрап шығара алмайсыз. Тырнақпен, пышақпен бұрап шығару ешқандай қиын болады. Сондықтан сатушы клиенттермен жиі байланыс орнатып, оларды басқаратын құрал ол CRM система. Компанияның құралының немесін басқаратын, қаржысын басқаратын, ол бюджет движение, ақша айналым бюджеті, кіріс шығыс бюджеті, баланс. Осы сияқты әрбір құралды біз меңгеріп білуіміз керек. Біз осы аламан курсын, самғау курсын ашқан кезде мен осы құралдарды біздің замандастарымыз, мысалы айталық, ешкім қазір кірмен қол жумайды. Ешкім тезек, болмаса тезек жағып тамақ пыстырмайды. Ешкім қазір хат жазбайды, факс жібермейді. Бәрі заманауи құралдарды меңгереді. Хат жазып жүрген адамды көрмедім. Ақша төлеу үшін банкке барып бүйтіп төлеп жүрген адамды көрмедім қазір. Телефонмен аудара салады. Ал бизнесті сол аттан заманғы тәсілмен жасайды. Қазір бизнес жасап жатқан адамдар көп әлі өгіз арбамен жүр. Ал көрші мемлекеттерді, Европа мен Американы айтпай-ақ қояйық, Россия мен Украина бізден әлдеқайда алға кетіп қалды. Сондықтан менің қазір күндіз-түні істеп жатқаным, осы өзіміз заманауи құралды меңгердік, осыны барлық қазақ меңгерсе екен деп армандаймын. Сол кезде біз еліміздің нарқын сақтап қаламыз. Қазір біздің елімізді қорғайтын әскери адамдар емес, кәсіпкерлер. Өйткені интернетке шекара жоқ қой. Қазір бүкіл нарқымызды қазір Ресей мен Украина жаулап жатыр. Соларға қарсы тұратын сіз бен біз боламыз. Ол үшін біз қарулармен меңгеру керекпіз. Ал егер сіз қолыңызда шоқ бар, бағана базарда жүрмін, болмаса клиентті жай аралап жүрмін, қолыңызда садақ болатын болса, олардың қолдарында пушка, зеңбіректер, пулеметтер болатын болса, оған қарсы шыға аласыз ба? Шыға алмайсыз. Заманауи құралды меңгеру керек. Және ол заманауи құралды қалай басқару керек екенін меңгеру керек. Сол кезде біз кәсібімізді дамытамыз, шетелдегі бәсекелестерге қарсы шыға аламыз. Кеттік ары қарай. Жақсы, сіздермен бөлісетін тағы бір соңғы пайдалы ақпарат, бұл сатушыларға бонус төлеу мәселесі. Сіздерге керемет бір таблицаны қазір көрсетіп жатырмын. Бұл жерде таза клиенттер, сатушыларыңызбен бонуспен жұмыс жасаған кезде, олар деген көбірек жұмыс жасау үшін несі қойылған. Яғни, олар қанша ақша түсіреді, соғұрлым ақшаны көбірек алуға процентпен байланған. Бұны қай уақытта қоясыздар? Әрине, бастапқыда сатушы бұрын мықты өзінің тәжірибесі болмаған болса, сатушыларға бірден бонус қоюда дұрыс емес. Ол кезде оклад плюс бонус қоясыздар. Оклад енді өздеріңіз шамаларын жеткенше 50 мың, 60 мың, 70 мың, 80 мыңға дейін қоясыздар. Оны да үлкейтіп қоюға болмайды, себебі сатушы өзінің жұмыс жасауға деген мотивациясы болмайды. Менің все равно маған бәрібір жаңағыда айлық төлейді ғой деп жұмыс жасамайды. Сондықтан да сатушыларға белгілі бір мөлшерде жаңағыда айлық қоясыздар да қосымша бонус қоясыздар. Алғашқы 3 ай, 6 айда жақсы үйреніп алғанға кейін. Ал ол уже толық сіздің неңізді үйреніп болған кезде
өзі мықты сата алған кезде таза осындай бонустарға жандай қойсаңыздар болады. Бонустың сіздерге бұл үлгісі ғана, әркім өзінің несін, мысалы біз самғауда үйретіп жатыр қой, бухгалтериясын есептеп, бұл өзіне қанша қалады, сатушыларға қанша төлей алады, шығыны қанша бар, соның бәрін есептеп барып негізі шығу керек. Яғни бухгалтериямен бұл да негізі байланысты несі қойылу проценті. Бірақ сіздерге қарапайым қазір үлгі несін ұсынып отырмыз. Болды ма? Иә. Сонымен Ақбаянның бүгінгі қысқа курсы болды. Осыдан не түйіндедік? Ең бастысы сату бөлімінің бастығын дұрыс таңдау керек екен. Содан кейін скрипті продаж міндетті түрде жазылу керек екен. CRM система қойылу керек екен. Одан кейін сатушыларға міндетті түрде басында жартылай оклад, жартылай бонус төлеу керек екен. Бұның қажеттілігін сіздерге көрсетіп бердік, айтып бердік, бірақ дәл қазір CRM системаларының ішінде қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін айтып бердік. Ең дұрысы AMO CRM. Сіз бір қажет өзіңізге уақытыңыз босқа кеткен жоқ деп ойлаймын. Маған кері байланыс беріңіздер. Ешкім міне 1 сағат 20 минут уақытыңыз кетті. Шіркін алтын уақытым босқа кетті ау деген адамдар бар ма? Жоқ. 10 балдық шкаламен бағалап жіберіңізші. Біздің берген сабағымыз тегін беріп жатырмыз. Егер жақсы көңіліңізден шықса 10 деп қойыңыз, 9-10 деп қойыңыз. Егер де болады, сондай керемет ештеңке жоқ десеңіздер 7-8 қойыңыз. Егер сондай көңіліңізден шықпады десеңіздер, алдыдан төмен қойыңыздар. Қане, бағалап жіберіңіздерші. Қазір мына жерде айтып жатыр, аламан, самғау деген сөздерді сіздер естіп жүрсіздер демейін, біраз білмегендерге айтып кетейін. Аламан деген ол маркетинг, қалай клиентті көбірек әкелу, ол көбінесе нөлден бастап жатқан, бизнес жүрмей жатқан адамдарға аламан. Аламанға келсең тұлпар боласың дейміз. Аламандықтарды біз студент деп айтпаймыз. Шабандоздар 60 күн аламан, 2 ай жүреді. Аламан, ал кәсібі бар адамдарға біз айтамыз, аламанға кеп тұлпар боласың, самғауға кеп сұңқар боласың. Аты айтып тұр ғой, самғау. Яғни бұл жерде менеджмент, кәсіпті жүйелеу, кәсіптің бухгалтериясын қою, орг структурасын қою, экономикасын қалыпқа келтіру, бизнес процестерді жазу, сату бөлімін жасау, соның кейін кәсіпті әрлеу, стратегиясын анықтау және бизнес процестерді жазу. Осын жасап тастағаннан кейін сіз кәсіптің азабын емес, рахатын көресіздер. Аламанда көбінесе азабын көреміз, өйткені аттың үстінде шауып жүреміз. Ал самғау деген сөз бүйтіп бір толқынға кіріп алып, бір ағысқа түсіп алып, самғау. Яғни сізде бос уақыт болуға тиіс, бизнесіңіз масштабталуға тиіс. Сондықтан аламан офлайн бізде 29-на басталады, Алла қаласа. Алматыда ғана өткіземіз, алматылықтар, болмаса келіп хостелге жатып оқуға болады. Онлайн бүкіл Қазақстаннан қатынаса аласыздар. Бірақ өткен курс басталып кетті, 29-на офлайн басталады. Ал өткен курсқа үлгере алмай қалдыңыздар, бізде қазір 365 адам оқып жатыр онлайн. Бәрі риза деп ойлаймын. Ал енді самғау курсы бізде 1-ші қыркүйекте басталады. 1-ші қыркүйекте қатысамын десеңіздер, ертең мен самғау жайлы толық бүге шүгесіне дейін айтып кетемін. Ал енді ертең күнде не болады бізде? Ертең күнде қойып жүрсіз презентацияны. Мына жерде салынбапты сол. Мен өзіме салып қойып едім. Ертеңгі күнде бізде масштабирование деген болады. Масштабтау. Ертеңгі күнде бизнесті масштабтау. Мен презентациямды тауып қойып жүрсіз мына жерде. Мен жаңа жасап едім. Масштабтау болады ертең. Масштабтау деген не? Бизнестің көлемін өсіру, да? Өз бизнесте былай ғой, не өсесің, не өшесің. Орында тұру деген жоқ. Ақша үшін емес, сіз неғұрлым егер сіз өспесеңіз, сізді конкуренттер жеп қояды. Ертең мынандай немене болады, міне. Масштабтаудың негізгі 8 стратегиясы бар. Бүгінгі заманда бүкіл кәсіпкерлер білетін бизнесті масштабтаудың 8 стратегиясы бар, да? Біріншісі премиум сегмент, яғни үлкен сегментке кіру, оған кім кіре алады, оған кіру үшін не істеу керек. Екіншісі ассортиментті көбейту. Үшіншісі LTV дейді, lifetime value, клиентті ұзақ уақыт ұстап отыру, сізге 3 ай бойы, 1 жыл бойы клиент сізден 3 рет, 5 рет, 10 рет алу үшін не істеу керек. Келесісі тез арада клиенттерді жылдам қызмет көрсету арқылы. Келесісі КПД, коэффициент полезного действия дейді, клиенттің неменесін қалай азайту, то есть шығынды азайту. Келесісі франшиза, клондау. Оның кейінгі келесі стратегия синергия,
яғни басқа компаниямен бірігу, болмаса компанияны сатып жіберу, болмаса басқа компанияны сатып алу да. Соның келесі стратегия level up дейді, яғни жаңа деңгейге көтерілу. Сіз осы стратегияның ішінде біреуін, екеуін таңдап алуыңыз керек. Сіздің сол кезде болашағыңыз айқын болады. Бәсекелесті зерттейсіз, нарықтағы жағдайды зерттейсіз, сонан кейін сіз болашақ стратегияңыз болмаса, сіз әшейін бір жел айдаған қаңбақ, жел қайда соқса, солай қарай кетіп жатырсыз. Осы 8 стратегияны ертең мен талдап беремін. Сізге, өзіңізге қарап отырып, маған мына стратегия келеді екен, маған мына стратегия келеді екен. Стратегияны анықтап алған адамның жүрегінде тыныштық, жанында жайлылық болады. Ол біледі, қалай қарай кетіп бара жатыр, не істеу керек екен, командасы қандай, өнімі қандай, нарық қандай, бәсекелес қандай, осының бәрін біліп алған адамның болашағы да айқын болады. Ертең сіздің болашағыңызды айқындап береміз. Ертең күнге керемет немене болады? 3 адамға, осы ертең қатысқан адамдардың ішінен мен бизнес талқы ойнатамын. 3 адамның бизнесін талдап беремін. Алматыда болса офисқа келеді, Алматыдан басқа қаладан болса келем десе келіп талқылап беремін, болмаса WhatsApp арқылы талқылап беремін де. 2 адам мен бизнес ланч болады. Бизнес ланч деген сөз, кешке жақын менімен бірге тамақ ішіп отырып, алматылықтар болса, менімен бірге отырып, тамақ ішіп отырып, сіздің бизнесіңізді талқылаймыз. Басқа қаладан болса, айтасыз, мен бәленбай күні мені көмекшім арқылы хабарласып, ұшып келемін, Ахмет Бек ағамен бір кешкі тамақ ішейін деп едім деп. Және де бір адамға мен 1 айлық менторство аламын, яғни өкіл әке боламын. 1 ай бойы сізге бағыт бағдар беріп, сұрақтарыңызға жауап беріп, сізге тапсырма беріп, соны тексеріп отыратын боламын. Сондықтан ертең осындай керемет 6 сіздерге сыйлық бар. Сонымен қоса ертең сізге қосымша чек-листтар, түрлі тағда кереметтей сыйлықтар, ертең кереметтей бір сыйлық жауған күн болады. Біз бұған ұзақ дайындалдық, қоржынымыз толық. Ертең соңғы күн болады вебинардың. Міндетті түрде қатынасыңыздар. Сол жерде мен самғау жайлы кеңінен түсіндіріп айтамын, сұрақтарыңызға жауап беремін, және бизнесіңіздің болашағы жайлы, оны қалай өсіру керек, қалай масштабтау жайлы болады. Бүгінгі сабақ ұнаса, от белгісін қойыңыз, және 10 балдық жүйемен бағалаңыздаршы. Егер 10-нан төмен, мен өзім 10-нан төменге келіспеймін. Сонда сізге де айтадым, өніміңізге 100% сенімді болсаңыз ғана кәсіппен айналысыңыз. Өніміңізде бір шикілік болса, егер сіз мысалы массаж жасайсыз ба, бала оқытасыз ба, кәсіпкер өтесіз ба, адам емдейсіз ба, өзіңізге 100% сенімді болғанда ғана сіздің ол кәсіппен айналысуға хақыңыз бар. Егер де бір осалдығыңыз болса, бірдеңке төмен болатын болса, онда сіздің болашағыңыз күмәнді, және сіз клиентке үлкен бір қылмыс жасап жатырсыз. Мен өзім 30 жылдық тәжірибем болғандықтан, осы жинаған терген тәжірибемді Шәкәрім атам айтқандай, барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің, қайтадан қауайырылып қауымға келмейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық, мәңгілік өлмейсің дейді. Мен де шын бақытты болғым келеді, мәңгілік өлмегім келеді. Өлмеу деген не? Артыңа жақсы із тастап адамдардың алғысын алсаң, сенің рухың мәңгі жасайды деп айтып отыр Шәкәрім атамыз. Сондықтан мен қаншама тренингтерге қатынастым, қаншама кәсіптерді жолға қойдым, қаншама рет қиналдым, қаншама рет құлап қайтадан тұрдым. Осы тәжірибемен сіздермен бөлісу үшін осы Аламан самғау курсын, басқа да менде ғаламат деген математика оңай, баулу мектебі, балық мектебі, жақында біз теплица жайлы мектептер ашам, түрлі кәсіпорындарды ашып жатырмын. Еліміздің дамуына бір кісідей үлес қосып жатырмын деп ашық айта аламын. Сондықтан ертең кездескенше сау саламат болыңыздар, бағалай кетіңіздер. Ертең мүмкін бизнесіңізді талқылатып аласыз, ертең келсеңіз, болмаса кешкемен кешкілік ас ішесіздер 2 адам, ал 1 адамның маңдай жарқырап отырған 1 адамға мен 1 ай бойы өкіл әке боламын, яғни ментор боламын. Бүгін соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін сізге алғыс. Соңына дейін қатынасып тыңдап отырған адамдар, олар аралар деп санаймын. Олар қайда шырып жүрсең де гүлге қонады. Барлық адамдарға жақсылық тілеп жүреді, және еңбек сүйгіш. Еңбекқор емес, еңбекті сүйіп істеу керек. Міне менің командам толып отыр. Сіз осы офисқа сенбі күні келсеңіз де, жексенбі күні келсеңіз де адамдар толып жүреді. Бұл адамдар еңбек істеуден ләззат алады, еңбек істеуден рахат алады. Мен де еңбек істеуден ләззат алуды үйрендім, сіздерге де үйретемін. Егер сіз бұны мәжбүрлеп істесеңіз, шаршадым, демалу керек десеңіз, онда сіз өзіңізді азаптап сөбірсіз, сіз ұзаққа бармайсыз.
Адам еңбек істеуден рахат алу керек, өзінің ісінен. Бір шахмат ойнап жатқан адам, доп ойнап жатқан адам, кітап оқып отырған адам, анадан тамақ іштесең келмей қояды ғой. Дәл сол сияқты. Біздің адамдар, менің командамдағы адамдар еңбек сүюден ләззат алады. Сізге де осыны үйретеміз. Ертең сағат 9-да кездескенше сау, саламат болыңыздар. Жақсы, бүгінгі сабаққа қатысып, кері байланыс беріп жатқандарыңызға рахмет. Мына от белгілерін көріп, бомбалдарды көріп қуанып жатырық. Негізі осы сіздерге бүгін бір пайдалы ақпарат берейін деп түнімен ұйықтамай презентация дайындаған болатынмын. Сіздерге пайдалы болса қуаныштымын. Негізі самғауда мен одан да көп тереңнен үйрететін болам. Самғауға келсеңіздер, менімен бірге сату бөлімін жүйелейтін боласыздар. Рахмет барлық қатысқан қатысушыларға. Барлық қазақ байда бақуатты болса екен. Адам қай нәрсемен айналысса, бір нәрсеге бүкіл назарын сарып айналысатын болса, сол істе міндетті түрде бір ай, 6 ай, 1 жылдың ішінде шыңына шығатын болады. Сіз кафе саласыз ба, тамақ пісіресіз ба, киім тігесіз ба, массаж жасайсыз ба, барлық жан тәніңізбен соған назарыңызды аударып, соған ықыласыңызды салсаңыз, сол жерде нәтижеге жетесіз. Ал егер сіз копирайтингті меңгеріп, мына бюджетирование меңгеріп, сату бөлімін жасақтауды үйреніп, соған рас екен, барлық жан тәніңізбен айналысатын болсаңыз, оны да меңгересіз. Сондықтан бизнес жасау, кәдімгі бақша өндіру сияқты, мал өсіру сияқты, тамақ пісіру сияқты, ол да бір құрал, ол да бір кәсіптің түрі. Математиканы, химияны меңгерген адам соның шыңына жетеді. Сондықтан сізден керемет кәсіпкер шығады. Біз жол көрсетеміз, үйретеміз, бірге елімізді дамытамыз. Біздің ата-бабамыздан қалған мына ұлан байтақ жерді болашақ ұрпаққа қалдыру сізбен біздің парызымыз. Сау, саламат болыңыздар. Ертең сағат 9-да кездескенше.